үлкен қателік, ол адамдар маған бәрі міндетті деп ойлайды, иә. Мысалы, сіздің туған күніңізге келатса, ол адам сізге подарка әкелуге міндетті емес. Сіз күтпеңіз. Тойыңызға келатса да подарка күтпеңіз. Болды. Себебі күткен жерде, ожидание бар жерде обида болады. Сіз күтесіз, әкелмесе ренжисіз. Я сіз күтесіз, 100 мың әкеледі деп, ол сізге 50 мың әкелсе, сіз ренжисіз. Сондықтан күтпеу керек. Ал егер сіз күтпесеңіз, ол сізге подарка алып келсе, онда одан сайын қуанасыз да. Сондықтан ешкімнен ештеңе күтуге болмайды. Ешкім ештеңе сізге міндетті емес. Егер де сіз айтсаңыз, мен оған бердім ғой десе, ол сіз берген. Это был ваш выбор. Ол адам сіздей болу міндетті емес. Сіздей болмайды ол адам. Бола алмайды. Оны сіз бердіңіз ба, өзіңіз үшін бердіңіз.